балалар, бүгін қандай әдемі көрікті отырсыңдар. Олай болса, бүгін сабағымызды бастаймыз ба? Иә. Тұрамыз. Біз балдырған ойын ойнап жіберейік. Бауыр мен жорғалаушылар туралы не білесің? Үңкәр айтамын. Бауыр мен жорғалаушыларға бақа жатады, жылан жатады, келеш жатады. Олар бауырын жерге тигізіп қозғалады. Жарайсың, жақсы. Қос мекенділерге нелер жатады? Кәнекей кім айтады? Қос мекенділерге нелер жатады? Айбеке айта ғой. Қос мекенділерге бақа, құйрықты бақа, саламандра жатады. Жарайсың. Су қоймаға нелер жатады? Онда нелер мекендейді? Кәнекей кім айтам дейді? Ал Мирас айтам дейді. Су қоймаға өзен, көл, мұхит жатады. Онда бақа, құйрықты бақа, ұлу, қолтырауын жүреді. Жарайсың. Онда қолтырауында мекендейді екен. Жарайсыңдар. Қос мекенділер мен бауыр мен жорғалаушылардың дене құрылысына тәйші кәнекей балалар. Кім айтады екен? Қос мекенділер мен бауыр мен жорғалаушылардың денесі басы төрт аяқтан тұрады. Жыланнан басқа жануарлардың ойыны болады. Жақсы, жарайсың. Балалар, бүгін үй тапсырмасына жақсы дайындалып келсіңдер. Енді алдарында бағалау парағы тұр. Бағалау парағында топ басшысы балаларды бағалап отырамыз. Алдарында жазылып тұр балалардың аты. Бағалап, қоянның суретін жабыстырып отырасыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыз жануарлар туралы болғаннан кейін қоянмен бағалап отырмыз сендерді. Балалар, жақсы, сұрақтарға жақсы жауап берді. Енді бәріміз тақтаға қарайықшы. Мына жерде сендерге әріптер берілді. Осы әріптердің ішінде мағыналы сөздер құрайық, шығарайықшы. Жануарлар әлемінің көп түрлігі. Кәне қайталайықшы. Жануарлар әлемінің көп түрлігі. Дұрыс айтасыңдар. Жануарлар әлемінің көп түрлілігі. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы балалар. Жануарлар әлемінің көп түрлігі. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жануарлардың көп түрлі екендігін білу, салыстыру арқылы жануарлардың белгілерін анықтау. Жануарлар топтар бойынша ажырату. Балалар, оқулығымызды ашайық. Бүгінгі біздің тірек сөздеріміз сүтқоректілер, құстар, қонақ денелілер. Оқулығымызды ашайық. Оқулықты аштық па? Балалар, қандай жануарларды көріп тұрмыз? Жылқы және құс. Жылқы, құс екеуін таптыңдар. Жылқы менен құстың салыстырайықшы. Жылқы қандай жануарға жатады? Үй жануар. Жарайды. Ал қарлығаш қандай жануарға жатады? Құс. Дұрыс айтасыздар, иә? Құсқа жатады. Енді салыстырайық. Жылқы баласын
тірі туады. Төрт аяқты жануар. Жарайды, жақсы, отыра бер. Ал енді қарлығашты қарайық балалар. Қарлығашты қараймыз. Қарлығашты салыстырайықшы. Қарлығашты несі бар? Тұмсығы бар, дұрыс айтасыңдар. Қанаты бар, дұрыс айтасыңдар. Қауырсыны бар, дұрыс айтасыңдар. Қанаттары. Ол не істейді? Ұшады. Жақсы, дұрыс айтасыздар балалар. Жылқы төрт аяқты жануар. Ол баласын тірі туады. Және сүт қоректіге жатады екен бұл. Енді балалар, бәріміз недегі суретке қарап жүрдеш, тақтадағы суретке. Мына жерде суреттерді көріп тұрмыз ғой? Қандай жануарларды көріп тұрсыңдар? Қане бәріміз айтайықшы? Барыс, дұрыс айтасыңдар. Үй құстарын көріп тұрсыңдар. Түйе, қой, дұрыс. Дұрыс. Жақсы. Мен разылайым. Балалар осы жерде бар ғой? Мені қараңдаршы. Сүт қоректілерге барыс, түйе, сиыр, арқар, қасқыр, тағы да жыртқыш аңдардың біразы жатады екен. Ал құстарды қараймыз балалар. Құстарда қараңдаршы. Мына жерде үй құстарын көріп тұрсыңдар ғой? Ал енді сол үй құстары ұшады ма? Үй құстары ұшады ма? Жоқ, ұшпайды екен. Ал бірақ олар неге жатады? Құсқа жатады, дұрыс айтасыздар. Құсқа жатады екен. Жақсы. Жақсы балалар. Балалар, енді қазір топтық жұмыс жасаймыз. Қазір мен сендерге топтық жұмыс таратамын. Сүт қоректілер, бунақ денелер, құстар. Сол топтық жұмыспен берілген тапсырманы орындаймыз. Алдарда конвертпен берем. Соның ішінде әртүрлі өз тапсырмаларын орындайды. Сүт қоректілер алып отырасыңдар. Суреттерден алып, тапсырманы орындай берсеңдер болады балалар. Бірінші топ бітіпті. Кәнекей бірінші топ сүт қоректілер. Алдыменен сүт қоректі дегенді мәтінді оқып шығамыз бірінші. Ал бір оқушы оқимыз. Кім оқиды? Сал оқы. Кейбір жануарлар баласын тірі туады. Олар өсіп жетілгенше енесінің сүтімен қоректенеді. Сондықтан оларды сүт қоректілер деп атайды. Сүт қоректілердің көпшілігі басы, мойны, денесі және төрт аяғы болады. Жақсы. Бірінші топ бітті. Кәнекей шапалақтаймыз. Жарайсыңдар. Топ тақтаға білеміз. Екі оқушыға білейік. Қасқыр, жолбарыс, жылқы, қой, түйе, жолбарыс, сиыр, Ешкі. Осы жануарлардың бәрі
сүтқоректіге жатады. Жарайсыңдар. Кәнекей, орнымызға отырамыз балалар. Бірінші топтың оқушыларын марапаттайықшы. Бірінші топты мадақтаймыз, кәне бағалайық. Жапырақпен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Жақсы. Балалар, екінші топты тыңдайық. Бунақ денелер екен. Ал бірінші мәтінді оқимыз. Інжі оқы. Бунақ денелердің денесі үш бунақтан тұрады. Бас, кеуде және құрсақ. Осыған байланысты оларды бунақ денелер деп атайды. Барлығының алты аяғы мен мұрты болады. Жақсы, жарайсыңдар. Кәнеке келіп, тақтаға ілеміз. Мынау жәндіктердің бәрі бунақ денелерге жатады. Бунақ денелер неден тұрады екен? Бас, кеуде, құрсағы. Құрсақ, құрсақтан тұрады екен. Және бұлар несі бар? Мұрты дұрыс айтады. Алты аяғы бар екен. Жақсы, жарайсыңдар. Ал кәнекей балалар отырыңдар орындарына. Екінші топты, қошемет көрсетейін екінші топқа. Қошемет көрсетеміз шақалар арқылы. Енді бағалаймыз. Жарайсыңдар, жарайсыңдар. Жақсы. Жақсы. Ал балалар, енді үшінші топқа қарайық. Үшінші топтың балалары не жасады екен? Құстар. Жақсы. Құстар туралы бірінші мәтінді оқимыз. Құстар басқа жануарлар, оларды өзгешелік, олардың тұмсығы, қауысыны, қанаты, екі аяғы мен құйрығы болады. Құстардың көпшілігі ұша алады. Жарайсың, жақсы. Кәне, жұмыстарына білеміз. Мына құстардың бәрі ұшады. Тауықпен үйрек үй құстары, олар ұша алмайды, құсқа жатады. Жарайсың балалар. Дұрыс айтады, балалар. Үй жануарлары, үй құстары. Ұшпайды екен, бірақ құсқа жатады екен. Жақсы. Отырыңдар орындарына. Үшінші топты қошемет көрсетейік. Үшінші топты бағалаймыз. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Балалар, топ басшылары алдындағы бағалау парағын ұмытпай, барлығын бағалап қоянның суретін жабысып шығамыз. Топты бағалап шықтық қой. Ал енді балалар, бәріміз бері тақтаға қарайықшы. Тақтаға қараймыз бәріміз балалар. Балалар, сен білесің бе? Үйрек тұмсық пен түрпі жұмыртқа салатын, бірақ балаларын сүтімен қоректендіретін бірден бір сүт қоректен. Олар Австралияда мекендейді. Ал енді балалар, жұптық жұмыс жасаймыз. Қазір мен қағаз беремін сендерге алдарына жұптық жұмыстың. Осы жануарлар тұр. Осы жануарлардың номер қойылған. Астындағы кестеге номерлерін сәйкестендіріп қоясыңдар.
жұмысты тексерейік. Тексеріп шығайық. Бір тексеріп шығыңдар. Мен дұрыс нұсқасын айтамын. Сендер қатесі болса, үсті сызамызды жанына қойып қоямыз. Түсіндік па? Жанына жазамыз. Өшірмеңдер. Сызамызды жанына жазамыз. Ал мен дұрыс нұсқасын айтамын. Сүт қоректілерге 2, 6, 9. Кімдікі дұрыс осылай, қол көтерсін. 2, 6, 9. Жарайсыңдар. Келесі. Құстар. 4, 8, 15. Жарайсыңдар. Келесі. Бауыр мен жорғалаушылар. 3, 5, 11. Дұрыс па? Жарайсыңдар. Қос мекендерді тексеріп шығамыз. 1, 10. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі балықтар. Балықтарды қараймыз. 14, 16. Жақсы, жарайсыңдар. Бунақ денелерді салыстырамыз, қараңдар, тексереміз. 7, 12, 13. Дұрыс па? Бәріндігі өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді бағалау парағын бағалап шықайық. Әркім өз-өзін бағалап шықсын. Әркім өз-өзін бағалап шығады, өз жаптырып шығады. Сергіту сәтін жасайық. Алдарымызда мен қағаз бердім, көрдіңдер ме? Геометриялық фигуралар. Оны біз білеміз ғой. Сопақта қолдың қырын қоямыз, дөңгелекте жұдырықты қоямыз, ал төртбұрышта жалпағынан қоямыз қолды. Түсіндік па? Ал онда бастаңдар. Ал балалар, ем алып қалдық па? Қағазды жинап қойыңдар шетте. Ал енді балалар, бәріміз тақтаға қарайықшы. Тақта. Қандай жәндіктерді көріп тұрмыз? Құмырсқа мен ара. Ара мен құмырсқаның дене мүшелерін салыстырамыз. Олар қандай ұқсастық байқап болады? Кәнекей. Ал атап шығайық. Балдар, бірінші құмырсқаны атайындар. Жақсы. Мор, кеуде, бунақ, аяқ, құрсақ, бас бар екен, иә? Құмырсқада. Ал келесі жәндік араны атайын кәне бәріміз бірге. Кеуде, мор, бас, қанат, аяқ, бунақ. Мінекей арада да, аяқта, құрсақта, бас, мұрт бәрі бар екен. Айырмашылығы не бар екен бұда? Арада не бар екен? Қанат бар екен, дұрыс айтасыңдар. Арада қанат бар, ал құмырсқада қанат бар ма? Жоқ. Сондықтан қараңдаршы, құмырсқа ұшады ма? Жоқ. Ұшпайды, ал ара ұшады екен. Бұл неге жатады екен? Бұлар неге жатады? Дұрыс айтасыңдар. Бұлар бунақ денелерге жатады екен. Жақсы. Ал енді балалар, алдарда бағалау парағына бәрін осыған баға қойып шығыңдар. Қоянды жаптырып шығыңдар. Бәріне. Алинұрға қачат? Ал балалар, біз бүгін жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін білдік па? Білдік.
Ол үшін біз алдымен есте сақтаймыз. Тақтаға қарайықшы бәріміз. Жануарлардың мынандай топтары болады екен. Кәнеки бәріміз бірге айтамыз. Сүтқоректілер, құстар, балықтар, құсбегелер, бауырмен жорғалаушылар, бунақбилер. Сонымен балалар, жануарлар әлемнің көп түрлілігі туралы білдік пе? Білдік. Білдік дұрыс. Қандай топтарын білдік соның ішінде? Сүтқоректілер, бунақбилер, құстар. Жарайсыңдар. Ал келесі бунақбилер қандай бөліктерден тұрады? Бунақбилер қандай бөліктен тұрады? Бас, дене, құрсақ. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың сендерге ұнады ма? Жасыл түс ұнады, сары түс түсінбедім, қызыл түс мүлдем түсінбедім деген білім ағашына барып жабыстырамыз. Сары түс кішкене түсіндім деген мағынаны білдіреді балалар. Ал енді өздерінің ұнаған түсті жабыстырамыз. Алдарындағы бағалау парағымен алайын. Балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы белсене қатысқан балалар Айбеке, Мирас, Інжу, Талғат Іңкәр, Алтынбек Нұрай, Төлебай Мұхаммед Сәлим. Өте жақсы көп ойындар жинапты. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, үйге құмырсқаның суретін салып келесіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.